Дария Тоқсейітова 1936 жылы Қарғалы ауылында дүниеге келген. Ол 1955 жылы 7 жылдық білімі туралы куәлік алып, еңбек жолын фабрикада бастады. Бұл әйел 20 ғасырдың аяғы, 21 ғасырдың басындағы біздің ауылдың ең танымал тұрғыны болды. Қарғалы шұға комбинатындағы тоқушының қажырлы еңбегі үшін ол 2 Ленин орденімен, 2 еңбек қызыл ту орденімен марапатталды. Оған социалистік еңбек ері құрметті атағы берілді. ОКП 26 съезінің делегаты болды. Қазір ауылдың көшелерінің бірі оның есімімен аталады. Күлдәрия Тоқсейітова ол біздің жерлесіміз, Қарғалы шұға мата комбинатында жұмыс істеген, еңбек ардагері, тоқымашы болып жұмыс істеген, және ол кісінің еңбегі тек қана Қарғалы емес, жалпы КСРО-ға белгілі болған, және де ол кісінің еңбегіне, осы кісінің құрметіне ауылымызда Тоқсейітова атындағы көше қойылған. Ал мен үшін Күлдәрия апай ең алдымен мейірімді, қарапайым, көңілді адам. Балаларымен бірге өскен қамқор ана, дос болды. Біз бір-бірімізден алыс емес жерде тұрдық. Мен оның қонақжай үйінде бірнеше рет болдым. Фабрикада әртүрлі ұлт өкілдерінің жұмысшылары ерен еңбектенгенін, ал әдемі және көңілді Күлдәрия олардың ішіндегі ең кереметі болғанын атап өткім келеді, деп Исламжан Иминов өз естеліктерінде айтып кеткен. Ел жұрты қошеметтеп салмақтаған, заманы құрметпенен мадақтаған. Еңбектің майданында тыным таппай, Күлдәрия ылғи да ардақталған. Қалдырған бағалы іс ұрпақтарға, үлгі болған өнегесі балаларға, жұлдызы жарқырайды көк аспанда, нұсқаушы боп әр қашанда баршамызға. Даже иногда, знаешь, сзади, которые сидят, замечания делают. Вы, говорит, можете сидеть нормально? А я говорю, я не могу сидеть. Мы, говорю, рабочий класс, привыкли возле станков бегать. Так что, говорю, вы, говорю, простите меня, говорю, так получается. Ну, что поделаешь? Да, вот такая она, эта работа.